Одан кейінгі мәселе, ораза кезінде мен жүніп болып қалсам не болады? Азаны аузым жаптым, таң намазын оқып болдым, сөйтіп де кеш түнімен құлшылық қылғам, сөйтіп келіп ұйықтадым. Ұйықтағаннан кейін азына оянып қалсам не болып қалыппын? Ихтилам болыппын, жүніп болып қалдым. Яғни ерік түсінеміз ғой жүніп деген сөзді, яғни бойымнан кетіп қалып деймін, не дейді қазақшалап айтқанда оны? Яғни ішкі киімім бүлдірілді. Сондай бір жүніп болдым. Оразам бұзыла ма? Деген сұрақ туындайды. Жоқ, ондай кезде ораза бұзылмайды. Жақсы ма? Жүніп болған адамның оразасы не қылмайды? Бұзылмайды. Тағы да бір сұрақ бар. Мен мәселен оразаның түндері Аллах тағала "Фәл-ана башируһунна вабтагу мин фадлилlah" деген аятты айтты. Бүгіннен бастап "Ухилля лакум лайлатас-сиям" деді. Рамазанның түндері әйелдермен қосылу не қыл деді? Рұқсат деді. Сөйтіп түнде не қылды ол? Тарайвықтан келді, мәз бол, әйелі мәз, ой жаным сені сүйем, ой жаным мен де сені сүйем деп біраз отырып әңгімелесіп отырады. Әңгіменің соңы неге айналып кетті? Төсекке айналып кетті. Сөйтіп азанда тұрды. Азында тұрса, ау жабуға 10 минут уақыт қалған. Не болса, азғантай ғана уақыт қалған. Не істейді? Ғұсыл ала ма? Жоқ, аузын жаба ма? Аузын жабады. Жақсы ма? Аузын жабады. Тұрып, тамағын жеп, аузын. Өйткені ауыз жабуға, ауыз ашуға жүніптіктің ешқандай несі болмайды, ешқандай әсері болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам, пайғамбар Айша радиаллаху анхадан болу керек, хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам жүніп күйінде, яғни азанда зал жаңағында не қылған, аузын жапқандығы жайында пайғамбарымыздың несі бар, есі бар. Ондай болса, яғни жүніптіктің екі түрін, еркектерге қатысты екі түрін айттық. Біріншісі ол не? Ұйықтап жатыр, оянып қалса не қылған? Жаңағы дәреті, жаңағы жүнібі кетіп, ихтилам болып қалған. Ол адамның оразасы бұзыла ма? Бұзылмайды. Екіншісі түнде жұбайымен, жаңағыдай Аллах тағаладан осы Рамазанның түндерінде Алла бізге бір Рамазан нәсіп ет деп тұрып, сол жаңағы шаруасын жасады. Азында тұрса, азғантай ғана уақыт қалған. Не істеу керек енді ол? Барып жуынып жүру керек пе, уақыт өткізіп? Жоқ. Ол не істейді барып? Барады да аузын жабады. Оның жабуына, ашуына ешқандай не болмайды, ол әсер етпейді. Енді сұрақ туындалады. Рамазан айында біреу келді, біліп тұрып, әйелімен жыныстық қатынасқа түсіп қойды. Оған не болады? Оған 60 күндік кафарат болады. Енді біреу ол нәрсені жаңағыдай күн әлі шықпады, әлі таңның уақытысы кірмеді, не болмаса әлі күннің уақытысы батып қалды деп тұрып істесе, енді бұл жағдайлар көбінесе жас семьяларда болады. Жаңа үлкен семьяларға бұл неден өтіп кеткен, этаптан өтіп кеткен. Жас семьялар моментті пайдаланып қалғысы келеді ғой, постоянно мәселен. Моментті пайдаланып, сондай жағдайда ол ойлады, әлі уақыт кірген жоқ шығар деп. Сондай бір төсекті қарым қатынаста бол, бірақ не қылған екен? Уақыт кірген екен. Бұл адам не істейді? Деген сұрақ туындайды. Не болмаса бір адам азында тұрған еді, азында тұрғанса уақыты әлі кірмеді деп ойлады, ішіп жеп атты, бірақ не қылған екен? Уақыт кіріп қойған екен. Ол адам не істейді? Бұл адам екеуінің де оразасы болмайды. Бірақ сол бір күні кешке шейін не жүреді олар? Оразаның құрметіне аш жүреді. Жақсы ма? Оразаның құрметіне не қылады олар? Аш жүреді, және ертең Рамазан айынан кейін бір күн не қылып береді? Қазасын өтеп береді. Одан кейін тағы бір мәселе бар. Өткен Рамазан айында біраз қойылған. Өкінішке орай қазіргі таңдағы жастардың бір проблемалардың бірі дейміз ба? Жалпы айтқанда дұрыс емес жолмен өзінің шахуатын қанағаттандыру деген дүние бар. Дұрыс емес жолмен, мысалы, видео көріп отырып па, не болмаса бір енді түрлі жолдар бар. Мәселен, қолмен қанағаттандыру деген сияқты. Бұл сұрақ болады, бұндай сұрақтар болады. Мәселен, Рамазан айының оразасын кез келіп барлық жағындай намаз бөтен, мешіттен қамайтын адамдар ғана тұтпайды ғой, мәселен. Альхамдулилля, мұсылмандар, барлық мұсылмандар не қылады? Бұны тұтады. Кейбір жігіттер де тұтады, бірақ өмірінде сондай бір психологически сондай бір нәрсеге душар болған, кейбір нәрселерді істеп қоятын. Яғни, дұрыс емес жолмен, әйелмен емес, бірақ әйелден басқа жолменен өзінің нәпсін қандырған адам ораза күнінде ол кафарат өтей ма, қаза өтей ма деген сұрақ туындалады. Ондай адам қаза өтейді. Жақсы ма? Ондай адам не қылады? Қаза өтейді, бірақ істеген күнәсіне Аллахтан не қылады? Тәубе қылып, кешірім тілейді. Ал енді әйелдерге байланысты, әйел адамдар мәселен ораза ұстап жатыр, хайыз келіп қалды. Болмаса ораза ұстап, нифас келіп қалды деген болмайтын шығар енді. Жүкті әйел, енді ол кішкене келмейді. Ораза ұстап келеді, азанда аузын жапқан, әуетке барған кезде не болды? Әуетке барған кезде хайыз келіп қалды. Ол не болады? Оразасын ол не істейді ол? Ол оразасын ашады. Сол күннен оразасынан баса, сол күннен баса, кейін оразасын несін өтеп береді? Қазасын өтеп береді екен. Одан кейінгі мәселе, фидия беретіндер кімдер?
fidya beretindigi mumkin. Alloh taolo Qur'oni Karimda va alallazina yutiqunahu fidyatun dedi. Ya'ni shamasi yetpeytin adamlarga ne berilsin? Fidya berilsin dedi. Bular kimdir? Bular ulkan jasga jetken aqsaqalдар, ulkan jasga jetken aqsaqalдар, ulkan jasga jetken apalar. Bular ne beredi? Bular fidya beredi. Ne bo'lmasa hech qachon yazılmaydı degen aurular. Bular ne beredi? Fidya beredi. Ol fidya degen ne ol? Her kunge bir adamның qarın toyg'izatınday ne qarın toyg'izat, ne sadaqaсын beredi. Bir adam kunini neç tamaqtanadi şariat boyunca? 2 tamaqtanadi. Bizdeki siyahtı 3, 4, 5 emas. Şariatda neç tamaqtanu var? 2 tamaqtanu var. Azanғы, kechki degen. Yani fidyani oslay beredi. Azanғы, kechki ovqatning aqchasi qancha bo'ladi? Mesela 1,5 ming tengeden bo'ladimi bir ovqat? 1,5 ming tengeden bo'lsa, 2 o'ng bo'lsa qancha bo'ladi? 3 ming tenge bo'ladi. 1000 tengeden bo'lsa 2 ming tenge bo'ladi. Her kunge 2 ming tenge ne qiladi? Fidya beredi. Kimdir? Jасы ulken oraza ustayamaytınday aqsaqalдар men jасы ulken oraza ustayamaytın neler? Жаңа apalar. Ne bo'lmasa ömür boyu yazılmaydı degen neler? Auru adamlar bular ne beredi? Bular fidya beredi. Fidyani kimge beredi? Fidyani miskinlerge beredi. Kediylerge beredi. Ya şaması jetpeytinlerge beredi. Tak, fidyani qalay beredi? Күнне береме? Jo бәрін алып bir бересте de bolama? Özü biledi. Қаласа bir adamды күніне барып 2 мing теңгеден беріп отырсын, не болмаса полный 30 күнде есепте қанша бересасың? 60 мing теңгесін бересасың. Не болмаса жарымысын тамақ ретінде берсін, жарымысын ақша ретінде берсін, өзі біледі. Жалпы осындай адамдар не береді? Fidya береді екен. Одан кейінгі үкім. Рамазан айында жүкті әйелдер, емізулі әйелдерге оразасы қалай болады? Ramazan ayında жүкті әйелдер мен емізулі әйелдердің оразасы тура мүсәфірдің оразасы сияқты. Не болмаса аурудың оразасы сияқты болады. Яғни қандай? Егерде өзінің не болмаса баласына, өзіне қорқатын болса, ауырып қалуына ораза ұстағаннан кейін сүтінің аз болып қалуы, не болмаса денсаулығының төмен нашарлап кетуіне қорқатын болса, емізулі әйелде, не болмаса жүкті әйелде оған не болады? Рамазан айында оразаны ұстамауға оған не болады? Рұқсат болады. Бұл оразаны қашан ұстап береді? Кейін ұстап береді. Яғни баласын емізіп болғаннан кейін, не болмаса жүктілігінен босанып болғаннан кейін, одан кейін емізіп болғаннан кейін, кейбір әйелдердің мойнында көп оразалары бар негізі. Анау жылма-жыл туа беретін, тудыра беретін әйелдердің кей кезде көп оразасы жиналып қалады. Бірақ дегенмен, егер де ол қорқпаса, мен ораза ұстасам, маған да ешқандай зияны жоқ, сәбиіме де ешқандай зияны жоқ дейтін болса, оразаны ұстай береді. Бірақ ода не бар екенін білу керек? Рұқсат бар екенін білу керек. Яғни жүкті әйелдер мен емізулі әйелдер оразаны тура бір мүсәфірлер мен ауру адам сияқты Рамазан айының оразасын ұстамаудан құқысы бар. Бірақ әйелдерде хайыз көрген әйелдер, нифас көрген әйелдер ораза ұстамайды, және кейін не қылады? Бұның барлығы қазасын өтейді. Нифас хайызынан тазарғаннан кейін, не болмаса баласын емізіп болғаннан кейін, жаңағыдай баласын туып болғаннан кейін, ол оразасын несін өтейді? Қазасын өтейді екен.